Сандыбаттың 5-ші саяхаты. 4-ші сапарымнан кейінгі тыныш-тіршілік мені жалықтыра бастады. Көрген азап пен тірідей көрге түскенім ұмыт болып, кейде соның өзі бір түрлі қысық сияқты көрінді. Нәпсі шіркін тыным тапқан ба, тағы да ел аралап, сауда-саттық жасап, жол жүргім келді де отырды. Тағдыр итермелеп, тағы да сапарға шықтым. Жол жабдығын дайындап, сауда малын бүйіп түйген соң кемеге отырдым да, баяғы жолым Бағдаттан Басраға тарттым. Бұл жолы сапарға тұтас кеме сатып алдым. Кемешілерді айлық төлеп жалдадым. Бұрын біреудің кемесіне ақы төлеп мінетін едім. Енді басқа саудагерлер менің кемеме ақы төлеп мінді. Оң сапар тілеп, қазан аузы жоғары деп жүріп кеттік. Сонымен жазирадан жазираға, теңізден теңізге түсіп келеміз. Жиектегі қала қыстақты қалдырмай шатырлатып сауда істедік. Пайда үстемелеп өсе берді. Олжаға белшеден баттық. Осылайша теңізде ойқастап жүріп, бір аралға кеп тоқтадық. Аралда тірі жан көрінбейді. Жылан жалағандай қаңырап бос жатқан жер. Бақсақ зәулім күмбез ғана бар екен. Күмбездің айналасы ат шаптырым. Жақындап келіп қарасақ, самұрықтың жұмыртқасы екен. Саудагерлер таң қалып жатты. Олар бұрын соңды самұрықтың жұмыртқасын көрмепті. Қызық қылып тас ата бастады. Мен қой дегенше болған жоқ, жұмыртқа жарылды. Ішіндегі ақ уызы арықтың суындай ақты. Сонымен араласып, жаңа балапан болып келе жатқан баласы шықты. Бір самұрықты сезгендей, ұмтыл кемеге, құрыдық енді, дедім. Кісілер теңізге қарай жүгірді. Мен де жан дәрменім қалмай ышқынып келемін. Бір кезде күн жоғалып, айналаны қараңғы басты. Дауылдатқан самұрықтың қанатының суылы естіле бастады. Біз кемеге жеттік. Желкенді жазып, зімбілді көтеріп жатырмыз. Кенет самұрықтың жерді жаңғырта шаңқылдаған ащы үні шықты. Сірә жарылған жұмыртқаны көріп қайғырып жатыр-ау. Сөйткенше қораз самұрықта ұшып жетті. Мекиені екеуі қоса саңқылдап жер дүниені көшіріп жіберердей болды. Біз кеменің жүрісін жеделдетіп жанталасып келеміз. Аралдан ұзап кетсек аман қалармыз деген үміт. Бір кезде құстар көрінді. Ізімізше келе жатыр. Үй-үйдей жартасты тырнағымен бүріп алыпты. Қоразы біздің кеменің төбесіне келді де, болжалдап тұрып, тасты тастап жіберді. Құдай сақтап, кемеге тимей қалды. Алайда тас теңізге түсіп кеткенде, соның толқынынан кеме ұшып кете жаздады. Желкенді тартып, арқанға жабысып, әрең аман қалдық. Артынша самұрықтың мекиені жетті. Ол да екпіндей келіп, тасты атып жіберді. Тас кеменің құйрығын жұлып түсті. Құйрығы сынған соң, кеме ортасынан айырылып, тақтайшалары шашылып кетті. Бәріміз ойбайладық та қалдық. Кеме шым-шым болып жүре берді. Біз суда қалдық. Жан тәтті, Құдайға жалынып, малтып келе жатып, бір тақтайға қолым тиді. Соған жабысып, үстіне шығып, аяғымен етеңге есе бердім. Жел мені теңіздің ортасынан тұрып, мені жиекке айдап шығарды. Жағада біраз демалып, суды жағалап жүре бердім. Өлмегенге өлі балық жолығады деген алдымнан қолдан өсіргендей жемісті ағаш, тынық су кездесті. Миуаны жеп тойып, бұл өмірге де шүкіршілік еттім. Күн батып, түн көрпесін жапқанда, айғайлаған бір үн естідім. Жан жағыма қанша қарасам да, ешқандай мақұлық көрінбейді. Түнімен ұйқы көрмей, қорқынышпен таңдатырдым. Ертемен тұрып, өзенді бойлай жүре бердім. Бір кезде ағаштың қалың жапырағының арасынан басы қылтиып отырған шалды көрдім. Ұсқыны кеткен, сексеген сақал мұрты болмаса, бейнесі адамға келмейді. Мен сияқты суға батқан бұл да бір бейбақ шығар деп ойладым. Армысың, ақсақал? Ол қабағын тыржитып басын изеді. Мен жақындай түсіп, ақсақал, бұл жерде не ғып отырсыз? Қайдан келдіңіз? Қандай азапқа шалдыққан жансыз? Дедім. Ол, деп ауыр қайғының лебін көрсетті. Сосын мылқау кісідей қолымен нұсқап, мені арқалап судың арғы бетіне өткіз дегенде ишарат білдірді. Бұл аяғынан айырылған біреу екен ғой.
мұны арқалап өзеннен өткізіп сауабын алайын деп ойладым да барып арқамды тоса қойдым. Шал отырған жерінен шегірткедей секіріп арқама шап ете қалды. Аяқтары арқандай шұбатылған бірдеңе екен. Беліме, мойныма жыландай орала түсті. Ұшымен сирағымды тартып жібергенде жаным шығып кеткендей болды. Шал қолын шошайтып жемісті ағашты аралатты. Тәттісін теріп жеп, суға сілтіп су ішті. Оралған аяғын жазбай арқамда жатып ұйықтайтын болды. Аударып тастайын деп едім, мойнымнан қыса түскенде қылғынып, көзім қарауытып кетті. Есімнен танып, етбетімнен құладым. Шал аяғымен бүйірімнен сирағымнан теуіп есімді тез жиғызды. Осылайша таскенедей арқама жабысып алды. Амалым қалмады. Қайда сілтесе сонда апардым. Апармасам буындырып өлтіреді. Жүрісім сәл баяуласа тепкілейді. Қарап жүріп тұтқынына айналдым. Тіпті кіші дәреті мен үлкен дәретінде арқамда отырып жібереді. Өзі аз ұйықтайтын неме екен. Сәл мызғып қайта оянады. Сосын жүр деп зығыр етеді. Демалу жайында қалды. Ілбіп орнымнан тұрам. Түнде шыңғырып тағы ұйықтатпайды. Мұның айтқанына сеніп, иығыма мінгізіп нем бар еді деп өкіндім. Оллахи, бұдан былай екі аяқты пендеге қол ұшын бермеспін деп ант іштім. Титықтағаным сонша сағат сайын Құдайдан ажал тілейтін күйге душар болдым. Күндердің бір күні орманды аралап жүріп өсіп тұрған көп қауаққа кездестім. Ішінде кеуіп қалғандары да бар екен. Басыма бір ой сап ете қалды. Біреуінің аузын ойып, ішіне жүзімді толтыра салдым да аузын бекітіп күннің көзіне қойып кеттім. Бірнеше күн өткен соң қайта келсем, қауақтағы жеміс ашып, шарап болып қалыпты. Шалға көрсетіп, көзін қызықтырып, шараптан бір-екі жұтым ұрттаттым. Менің ішкенімді көріп, ол да сұрады. Қауақты қолына ұстата қойдым. Ол көтеріп тойғанша ішті де ес түсінен айырылып мас болды. Оралған аяғы босап, жерге сылқ ете құлап түсті. Мойын, белім будан жазып, демалып біраз отырдым. Сақалы сексейіп, әлгі бәле алдымда жатты. Есін жинаса, тағы орала түсір деп дәу тасты алдым да қақпасты бір-ақ ұрдым. Басының мылжа-мылжасы шықты. Қарғыс атқан еттен осылай құтылдым. Көңілім орнығып теңіздің жағасына келдім. Елім есіме түсіп, діңкем құрып отырғанда теңізде қалқып келе жатқан кемені көрдім. Ол жағаға тоқтап, адамдары құрғаққа шықты. Олар жапанда жалғыз жүрген мені көріп, жаныма жинала бастады. Мен көргенімді түгел баяндадым. Мойныма оралған бәлені басыңқырап айттым. Япыр-ай, қалай құтылғансың? Оралған мойнынан өлгенше түспейтін шақ шынжыр деген бәле ғой ол. Өлгені мұндай тәуір болар ма? Десті олар. Кемеден шыққандар ас беріп тойғызып, үстіме киім кигізді. Кемеге мініп жүріп кеттік. Жылжыған кеме жүріп отырып, жағада тұрған әсем бір қалаға келдік. Үйлердің есіктері теңізге қарап қалған екен. Bir таңырқап, шаһардың атын сұрадық. Қаланың жұрты, мұны Маймылды қала дейді. Оның қалай аталғанын өзің көресің деп басқа еш нәрсе айтпады. Мен қаланың әдемілігіне қызығып аралай бердім. Bir кезде кемеге келсем, алысқа кетіп қалыпты. Отыра қалып, еңірей бердім. Осылайша көз жасыма көміліп отырғанда күн батып кетті. Ту сыртымнан біреу түртіп, тұр, байғұс, бұл жерде енді отырсаң бәлеге ұшырайсың. Қазір маймылдар келіп парша-паршаңды шығарады, деді. Бұл қаланың адамы түнде қайыққа мініп, түнде теңізде өткізеді екен. Сол себепті де есігін теңізге қаратып салған. Қалада түнде маймылдар таң атқанша асыр салады. Мұны Маймылды қала дейтін себебі осыдан болса керек. О баста бұл қаланың салты солай екен. Түнде шаһарда қалып қойсаң, маймылдар өлтіріп кетеді екен. Күндіз олар шаһар жуымайды. Жетіндері жеміс жидек, кезгені бау-бақша. Күндіз тау басында ұйықтайды да түнде келіп шаһардың берекесін алады. Мен кетіп бара жатқан кісімен бірге барып қайығына міндім. 7 шақырымда жүріп теңізге тоқтадық. Сонда ұйықтадық. Таң ата қалаға қайта келдік. Осылайша бірнеше күн өтті. Bir күні біреу, сен осы қайдан келген адамсың? Нендей кәсіп істейсің? Қандай өнерің бар? Деді. Менің ешқандай да өнерім жоқ.
бай саудагер едім. Байлығымның бәрі суға кетті, дедім. Өтіп кеткен байлығыңнан басыңда тұрған кедейлік артық. Әрекет болмай берекет болмайды. Қолыңа мынаны ал да, әне бір кісілермен бірге барып жеміс теріп кел, деп қолыма дорбаны ұстата салды. Сөйтіп кетіп бара жатқан дорбалы кісілерге, мынау бір шетелден келген мүсәпір екен, өздеріңмен ілестіріп кетіп жеміс теруді үйретіңдер, сонымен күнін көретін болсын, деді. Олар мені ертіп қалың тоғайға әкелді. Жолай келе жатып дорбаларына тас толтырып алды. Мен де көргенімді істедім. Тоғайда зәулім ағаштар өсіпті. Басына ешкім шыға алмайтындай биік ағаштар. Сол жемістерді теріп жеп жүрген қисапсыз маймылды көрдім. Жұрт дорбасындағы тасын маймылға лақтырды. Олар жемісті жұлып алып адамға қарай атады. Мен де солардан көргенімді істеп бір дорба жеміс алып қайттым. Қалаға келген соң дорба берген кісінің алдына жемісті қойып, айтқаныңызды орындадым. Енді мұны не істесеңіз де өз еркіңіз, дедім. Ол, маған мұның керегі жоқ. Өзің сатып рахатын көр, деді де қоймасының кілтін берді. Мына жемістерді осында сақта, тәуірін сатып, шірігін өзің же, сөйтіп ақша жина. Мүмкін сол тапқаныңмен еліңе жетіп аларсың, деді. Әрине, мен сауда жағын ешкімнен үйренбеймін. Кішкене қойма қолыма тиесімен ұйқыны сүйретіп, жемісті күнде әкелетін болдым. Маймылға тас лақтырғанда да жемісі мол, көп ағашты көздеп, маймылдар жемісті көп лақтыру үшін оларды ызаландырдым. Сатқанда да сөзбен арбап, бұл тоғайдағы лузылаты дарағы, маймылға тергізіп, айласын тапқан алады. Тәттілігі таңдайыңды жарады, жесең бетің гүл-гүл ойнап жанады, деймін. Өзгеден бұрын менікі өтті. Әп сәтте ақша көбейіп, өтімді маталарды жинай бердім. Сөйтіп жүргенде қалаға тағы бір кеме келді. Мен үй берген кісіге келіп, еліме қайтатынымды айттым. Ол қарсы болмады. Кемешімен сөйлесіп, алған мата, терген жемісімді кемеге салдым. Кеме кідірмей сол күні жүріп кетті. Кеме жылжып, теңізден теңізге, жазирадан жазираға өте берді. Сауданың пайдасы аспаннан салбырап түспейді. Елдің көпшілігі есепке шорқақ жерде арбап та аласың, алдап та аласың. Бірге алғанды беске сатқан соң әрине пайда көбейеді. Тоқтаған жердің бәрінде жеміс сатып, өзіме керегін алып, олжаға олжа қосылып, байлығым баяғы теңіз жұтқан дүниемнен әлде қайда асып кетті. Бір жолы таршын мен бұрыш өсетін аралға келдік. Әр түп бұрыштың қалқалап тұратын ата жапырағы болады екен. Жаңбырдан сол қорғайтын көрінеді. Жауын басылғасын жайылып, жауған кезде бүрісіп, бұрыштың дәнін сақтап қалады деседі. Жұрттың айтқаны солай, бірақ өз көзіммен көрген жоқпын. Таршын мен бұрыштан біраз сатып алдым. Бір күні кемеміз келіп жазираға тоқтады. Ол жердегі адамдар суға сүңгіп, інжі алады екен. Оларға тиын тебен беріп, саудагерлер сүңгітіп жатты. Мен жемісімнен біреуін беріп сүңгітіп едім, жұдырықтай лағыл тас алып шықты. Япыр-ай, қандай бақытты едің! Өмірімізде бұндай үлкен тасты көргеніміз жоқ еді, деді сүңгушілер. Кемеге қайтадан отырып Басраға жеттік. Онда біраз аялдап Бағдатқа өз үйіме оралдым. Тұздас дәмдес досымның бәрі жиналды. Жесір жетімді киіндіріп, кедей-кепшікке садақа бердім. Туыс пен достан да тарту таралғыны аяған жоқпын. Алла жарылқайын десе қиын ба? Баяғы теңізге қарып болған дүниемнен 4 есе артық дүние жинап келіппін. Байлықтың қиындықты тез ұмыттыратын әдеті емес пе? Азабым көрген түстей боп жүре бердім. Бұрынғыша ойын сауық дыр-думанға қайтадан бастым. Хамбал досым, менің 5-ші сапарым осымен тәмам. Ертең келсең 6-ші сапарымды айтып беремін. Оның оқиғасы бұдан да қызық, деді де Хамбалға әдетінше 100 мысқал алтын берді. Хамбал қуанып үйіне кетті. Түн өтіп, жаңа күн атты. Хамбал таң азанмен Жиһангез Сандыбаттың сарайынан табылды. Дастархан жайылып, аш ішілген соң Сандыбат 6-ші сапарын бастап кетті.